шілде айының 4 күн аралығында республика көлемінде автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Түркістан қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция ротасының қызметкерлерімен қоғамдық көлікті жүргізушілерден әкімшілік құқық бұзушылар анықтады. Атап айтқанда, қауіпсіздік белдігін тақпау, сонымен қатар ұялы телефон сөйлесу, тасымалдау қағидаларын бұзу және қосалқы жабдықтау бөлшектерін орнату және тағы басқа әкімшілік құқық бұзушылар анықталып, біршама жұмыстар атқарылды. Түркістан қаласының қоғамдық көліктер жүргізушілерінен жол ережесін сақтауға шақырамыз.